Иә, бұл мен, Жанерке. Мен бұл жағдайға қалай жеттім? Оның өзі бір оқиға. Менің ата-анам менің медицина саласына барғанымды, яғни дәрігер маманы болғанымды қалады. Бірақ мен ата-анаммен ақылдаса отырып, арманымды ұштастырдым. Иә, мен мұғалімдік жолды таңдадым. Мен жан-жақты ұстазбын. Бүгін ұстаздық тәжірибемде алғаш рет заманауи жас маман байқауына қатысып отырмын. Армысыздар, әріптес қазыларым. Заманауи жас маманда сынар бағым. Бастайын мен өзімді таныстырып, көрермен қошеметпен қабыл алғын. Атым Жанерке, Данияр әкем аты. Руым аққойлы тараған сиқымдардан. Наурыздың 26 жұлдызында дүниенің есігін айқар ашқам. Қойнына сыймай жатқан байлық кені, талайды тамсандырған байтақ жері. Отаным, егеменді Қазақстаным, төрткіл дүние таныған қазақ елін. Туған жерім киелі құлан жері. Онда тұру әр адамға арман тегі. Табиғаты керемет, халқы жұмсақ, құланым шырайлы әсем жерім. 91-де тәуелсіздік тойын тойлап, Қазақстан егеменді елі болған. 2005 жылы Уәлиханов мектебіне алғаш рет оқушы боп қабылданғам. Жоғарғы оқу орны Бөкетовте 4 жылда білім беріп маман қылған. Төгілген моншақтары әсем саннан, математика мамандығы ғажап маман. Көп уақыт болмаса да тәжірибем, шәкіртімнің қалауын анық білем. Қыр сырын осы қиын мамандықтың игеруге бар күшімді салып келем. Мақсатым мен де ізденіп толсам деймін, ғылымның айдынына қонсам деймін. Көкейіне шәкірттердің ой саларлық, үлгі болар, үзгі ұрпақ болсам деймін. Жүрмеймін жаңалықтан жырақ қалып, жүрермін шәкірттерге сыр ақтарып. Болашаққа сыйлаймын жарық сәуле, қолыма білім деген шырақталып. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дей келе, бүгінгі байқауға өзіммен бірге қатысып отырған шәкіртімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Армысыздар, бармысыздар, иіліп сәлем берейін. Жиылған жұрт ағайын, үстем болсын берейін. Есімімді сұрасаң, Тәжбай қызы мереймін. Шуағына бөлейтін, таңғы шырақ мерейін. Мерей қызын мен болам, жаны сұлу әдемі. Бүгін жарық сәулемін ғажап болған әлемі. Қараңыз бұл байқауда жеңу үшін келгенбіз. Маржан сөзді жүректен теру үшін келгенбіз. Бар қазақтың үнімін әнмен жырға бөлейтін, гүл ананың қызымын арсыздыққа көнбейтін. Жарысу мақсат емес, нансаңыздар. Жеңіске лайық біз баршамызда. Басты мақсат жас ұрпақтың болашағы, сәттілік тілейміз біз баршаңызға.